Қайырлы күн, құрметті достар. Мына біздің тамшылатып суару әдісіне арналған бачогымыз. Бір тонналық. Сыртын краскіледік. Краскілегеннен кейін мынандай тент деген материалды салдық. Содан кейін мұнайдың тұрғанын қаптайтын материал. Осыны орадық. Болашақта мына жерлердің бәрін сонымен жабамыз. Енді мына жерден крандары, өзінің краны. Өзінің краны су жібереді. Сондықтан қосымша мына кранды алдық. Мына кранды салдық. Содан кейін бұл кран былай қарай кетеді, міне фильтрі. Сосын мына жақтан кішкентай тағы бір кран шығарып қойдық. Мына жерде жылы сумен суару керек болса, мысалы талдарды, жүзімдерді осы жерден су алып, ішіндегі су жылиды. Соны суарамыз. Және мына жерде судың уровенін біліп отыратын жазадық осылай. Міне, мынаның ішіне енді судың қандай деңгейде тұрғанын біле алмайтын болғандықтан сыртына жасадық. Физика ғой, физика. Мына жерде кран ашық, мына жерде кран ашық. Міне, мына жерде ішіндегі судың уровені мынамен бірдей болып тұр. Ешқандай кран жоқ. Бірдей болып тұрады. Жоғарыда кішкентай ағаш қойды, ағаштың ішіне кіргізіп жіберіп, ар жағын байлап тастадым. Осындай. Сосын мынау басты кран тамшылап суаруға. Міне, осылай кетеді. Әрі қарай ПН-ді 25 трубаға капельная лента пайдаландық. Содан кейін мынау ішін толтыру үшін мына жерде кішкентай біздің аулаға су алатын жерлер. Осылай келіп, міне мына жерде кранынан тесіп қойдым, кранның қақпағына. Сол жерден не істейді, су алады. Мынаны ашып жібереміз. Деңгей жайлап көтеріліп жатыр. Бұл енді шамалы ойнап тұрады екен, мен қарап тұрдым. Шамалы осы су тұрғандай, міне деңгей кәдімгідей көтеріліп жатыр. Оны тоқтатқаннан кейін шамалы түседі бұл деңгей. Жоқтан жақсы қарап тұруға болады негізі. Осындай. Мына жерде ПН-ді трубамен жасалды бәрі. Крандары, фильтрі, переходниктері Еврокубтен. Мына жерде ПН-ді труба. Біздің бақша кішкентай, үлкен емес. Міне мынандай жасалды. Мына стартері деп атаймыз. Осының екі түрі бар. Біреуі резинкісі болады басында. Оған 32 трубаға жалғау керек болады. Мынау резинкісіз кішкентай тесесіз. Ішіне сал жібергеннен кейін 25 трубаның стенкісіне дейін жетпейді. Суаруға қолайлы. Осылай кішкентай огородымыз. Осылай тамшылап суару жасадық. Сосын міне асты 1 метрге көтердім астын. Ракушняқты просто бір-біріне қалап шығып, ешқандай растворсыз. Барынша деңгейін бірдей қылдыруға тырысып, ракушняктарды таңдап салдық. 1 метр напор өте жақсы. Мен мына жерден қолдым. Мына жерде кішкентай подъем бар, осы қиналып қалмай, ешқандай қиналмайды. Напор жақсы. Жақсы болып тұр. Осы жасап алыңыздар, пайдаланыңыздар.